Таза жерге бір дақ, екі дақ түссе көзге орайды. Ал сол дақ үлкейіп, әлгі ақ түс толық қарайса, бастапқыда ақ болғаны әдірәм қалады. Жемқорлықта сондай. Әу баста ол дақты кетірмесең, жайлап жан-жағыңды жалмайды. Бірақ кетіру оңай болмай тұр. Тоқтам жоқ, тоғышарлық тоқтамай тұр. Ресми деректі сөйлетсек, былтыр сыбайлас жемқорлық сипатында 121 қылмыс тіркелсе, 72 тұлға жемқорлық үшін жазаға тартылған. Биылда көрсеткіш сүреңсіз. Мәселен, 6 айдың өзінде 91 қылмыс орын алған. Тыйылмай тұрған пара беру мен пара алу, әсіресе мемлекеттік сатып алу, білім, құрылыс, ішкі істер қызметінде кең етек алған. Әрине, ол 91 қылмыс енді өте көп. Яғни, дегенмен де бұл біз енді қазір таңда 91 қылмыс қай жерде орын алды, сол жерлерге, сол мемлекет орындарға барып, орын алғаннан кейін, мысалы, сол жерде не себепті орын алды, талқылап, ұжым арасын талқылау мәселесіне қазір қолға алып жатыр. Оған ұлттық бюроның өкілдері де өздері де барып, қылмысты бұрын мысалы қылмыс орын алғаннан кейін тек жаба салатын тұғын. Сотта өтті, не қылды. Ал қазір не себепті орын алды, қалай алды, кімнен алды, не себепті орын алып жатыр. Соның бәрін ашық талқылауға түсіп, келешекте болдырмауға үлкен мән беріліп жатыр. Облыс бойынша ең көп бізде мемлекет сатып алу саласында, одан кейінгі салада бізде мысалға құрылыс саласы, одан кейін жаңағы ішкі істер саласында да орын алып отыр. Сыбайлас жемқорлық бойынша Арал ауданы көш басында. Бұл туралы өткен шығарылымда кеңінен тоқталған болатынбыз. Сорақысы сол, қоғамдық жұмысқа берілетін жолдаманы пұлдап, көше сыпыруға жіберген үшін пара алған шенеунік өз жазасын алды. Мұндай деректер өзге аудандарда да кездесіп отыр. Дәлірек айтқанда, ауыл ішіндегі 10 сотық жерді саудалаған Шиелі ауданы Гигант ауылдық округі әкімінің ісі. Әкім жер учаскесін жалға беруге шығарған шешімінің құнын 60 мың теңгеге бағалапты. Сол ауылдың тұрғын екі азаматқа жеке үй құрылысын жүргізу үшін 1000 шаршы метрден 2 жер телімін сатқан үшін шешім шығарып беру үшін әрқайсысының біреуінен 50 мың, 60 мың теңгеден алу барысында әшкереленген. Қылмыстық іс тергеу нәтижесімен аяқталып сотқа жолданып, сот үкіміне сәйкес Гигант ауылдық округінің әкімі Қалиев өмір бойы мемлекеттік лауазымдарды атқару құқығынан айыра отырып, 7 миллион 700 мың теңгеге айыппұл салынып, осындай жазаға тартылды. Пара алған әкім жалғыз бұл ғана емес, Белкөл кентінің бұрынғы әкімі қарамағындағы жетекші маманымен бірге жер учаскесінің құжаттарын рәсімдеп беру үшін кент тұрғынынан 250 мың теңге сұрапты. Мұнымен қоймай, алтын шыққан жерді белден қазуға кіріскен жетекші маман құжатқа қатысты қосымша жұмыстарының құны үшін 400 мың теңге тағы да алған. Қазір қос мемлекеттік қызметкер сот үкімімен мемлекеттік лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айырылды. Бірі айыппұл арқаласа, енді біріне бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Қызылорда қаласы Белкөл кентінің әкімі Ибрагим өзінің қарамағындағы жетекші маманы Байменовпен бірге адамдар тобының алдын ала сөз байласу бойынша осы кент аумағындағы 2 жер телімін беру жөнінде шешім шығарған үшін бір азаматтан 250 мың теңге пара алғандығы жөнінде әшкереленген. Сонымен қатар оның маманы Байменов алаяқтық жолмен осы қала әкімінің жанындағы жер учаскесін меншікке және жер пайдалануға беру жөнінде комиссияның оң қорытындысын алып беру үшін азаматтан 400 мың теңгені алаяқтық жолмен алып, ары қарай жер қатынастар бөлімінің лауазым тұлғаларына беруге азғырған. Осы жөнінде анықталып, екеуі әшкереленіп сотқа жолданды. Сот үкімімен Белкөл кентінің әкімі Ибрагим өмір бойы мемлекеттік лауазымдар атқару құқығынан айыра отырып, 10 миллион 500 мың теңгеге айыппұл түрінде жаза қолданып, ал Байменовке алаяқтық жасаған үшін және пара беруге азғырған үшін өмір бойы мемлекеттік лауазымды атқару құқығынан айырылып, 2 жыл және 6 айға бас бостандығын шектеу түрінде жаза қолданылды.
Бір өкінішісі бір мансапты қызметтің тұтқасын ұстап отырған әлгі лауазым иелерінің бармақ басты көз қысты әрекеттерге баруы мемлекеттік қызметке деген халықтың сенімін төмендете түседі. Мемлекет басшысы биылғы жолдауының 9-шы бағытын жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі деп атады. Осы міндет арқылы жемқорлықтың алдын алуға бағытталған күресті күшейтіп, мемлекеттік органдардағы халықпен байланысты қызметтерді цифрландырудың маңыздылығына тоқталды. Тапсырманы орындау бір күндік шаруа емес десек те, бұл бағытта мемлекеттік қызмет істері департамент мамандары тарапынан қадамдар жасалып жатыр. Еліміз тәуелсіз алғаннан бері 2014 жылға дейін бізде сыбайлас жемқорлықпен күрес негізінен анықтау, тергеу, құрықтауға байланысты болса, мысалға 2014 жылға 72% сол мәселе болса, тек алдын алу 28% ғана болған. Ал енді 2014 жылы елбасымыз саяси шешім қабылдады, еліміздің 2015-2025 жылдарға арналған стратегиясын қабылдады сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Сол стратегия негізінде бізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға үлкен мән беріліп жатыр. Әрине осы стратегияның негізінде қазіргі таңда қоғамдық бақылау жүйесі, яғни қоғам белсенділерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуге тарту мәселесі үлкен қолға алып жатыр. Біздің агенттіктің бірнеше жобалар бар. Мысалға бізде агенттіктің жанынан және облыстарда барлық департамент жанынан арнайы мониторинг топтар құрылған. Оның барлық өкілдерінің барлығы қоғамдық ұйымның өкілдері. Олар қазіргі таңда бүкіл жаңағы сыбайлас жемқорлық қай жерде болуы мүмкін деген жерлердің бәрінде қоғам бақылау жүргізеді. Мысалға гранттарды беру кезінде бір сыбайлас жемқорлық бар деп не қылып жатыр, мысалға тұрғындардан нелер жазып түседі, мысалға. Соны ешқандай біздің қазіргі таңда агенттік ашық. Дұрыс, егер ондай болса, біз бұл жерде барып қоғам өкілдерін, халықтың өкілдерін жерге отырғызайық, бақыласын. Яғни біз соны үйлестіріп отырмыз. Жыл басынан бері құрылыс саласына қатысты 16 қылмыстық іс тіркелсе, 6 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлерінің қатысуымен өткен кездесулердің бірінде кеңінен айтылды. Ондағы негізгі мәселе облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасына қатысты болған еді. Осыған дейін қос басқарманың лауазымды тұлғаларына қатысты жымқыру, бюджеттен бөлінген қаражатты мақсатсыз пайдалану деректері кездескен. Жалпы сыбайластықтың алдын алуда кез келген мәселені ашық қозғау ғана өз нәтижесін көрсетеді. Ал жауырды жаба тоқу, жеге құрттай жайылған жемқорлықтың одан әрі өршуіне жол ашады. Беттері аймандай болып жатса да, неге екені белгісіз, пара дәмету алу тыйылмай тұр. Яки ар-ұяттан жұрдай болған ғой. Ал ондайлар неге мемлекеттік қызметке келеді деген және бір сауал туындайды осындайда. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Тоқтар Бұқарбайұлы, Үштаған.